қазір сіз есеп беріп отырсыз, бірақ дәл қазір Алматы қаласының Горный Гигант деген жерінде 3 гектар алма бағы қазір қырқылып отыр, қазір кесіліп отыр. Өкінішке орай мына 15 жылда Храпунов, Тасмағамбетов, Есимов, Бауыржан Байбек және Бақытжан Сағынтаевтың заңсыз қаулылары нәтижесінде біз 70% алма бақтарымыздан айырылып қалғанбыз. Ең сорақысы, инспекторлар тексеріс жасаған кезде сол ескі Назарбаевтың жүйесіндегі мынау Назарбаевтың әулеті және оның жаңағы олигархтар сол инспекторларға қысым жасайды. Сөйтіп, оның нәтижесінде қазір сол алма бақтарды қазір қайтара алмай жатырмыз. Бұл да тікелей осы тақырыпқа тікелей байланысты. Сондықтан да сұрақ. Біріншіден, қанша алма бақты осы уақытқа дейін қайтардыңыздар мемлекеттік меншікке? Біз жер аманаты комиссия нәтижесінде бір Сағынтаевтың заңсыз қаулысын бұздық. Бірақ та өкінішке орай бұндай қаулылар мыңдап қабылданып келді осы уақытқа дейін.